тағы да бір үлкен қонағымыз келіп отыр екен. Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі ақын Мылтықбай Ерімбетов ағамыз. Қошеметтеріңіз. Келіңіз аға. Өзіңізді енді бір ауыз сөзіңізді, бір ауыз тілегіңізді айта кетсеңіз. Тұрғаның жақсы болды, қасыма отыршы, қорқыттым. Гүлсім отыра бер. Ассалаумағалейкум, ардақты өлең сүйер қауым, ән сүйер қауым. Жұрттың бәрі Гүлсімнің бүгіннен былай қарай айтып жатыр, былай қарай кету керек сияқты. Себебі жас кездері, кішкентай кездері көз алдымызда өткеннен кейін есіңе түсіп көп нәрселер толқып отырмыз. Естеріңізде сақтаңыздар, бұл кісінің ауылының аты Өргебас деп аталады. Тек алға, Өргебас. Ал енді өзі ұлт мақтанышына айналды. Ортасы пәленбай жыл. Бірақ бұл кішкентай ғана қыз Гүлсім Әлбек Мейірбек деген бәріміздің ұстазымыз болды. Сол кісінің жақсы шәкірті болып, жанында жүрген кезде керемет, жақсы үлгілі әңгімелер естіп жүрген кезінде әлекең ойда жоқта өмірден өтіп кетіп, Сәулелі жұлдыз деген кітапты көз жасымен жазған біздің осы қарындасымыз. Бұл адамның Әлбек Мейірбек туралы Сәулелі жұлдыз деген кітап жазғанын, оны мен шығардым кітап қылып. Сондай таң қалғам сонда осы қыздың жүрегіне. Кішкентай ғана жүрегімен ұстазына деген махаббатпен үлкен жоспарлары бар еді, оны орындай алмай қалды. Сонда мен риза болған бұл қызға. Бірақ одан да бұрын әлгі әлекең педколледжде тіпті тракторда оқытып жатқан жерлерде де поэзия кешін ұйымдастырып жіберіп етін адам еді. Сол кісілердің қасында жүрген кезде біздер де өлең оқып бірге жүріп, осы қыз жұрттың жетседе ол кезде 46 мың халық тұратын еді, қазір 56 мың болды. Сол 46 мың, 26 мың жігіті ғашық еді бұл кісіге. Ал енді бәрін оның дұрымы бар кезін, бантик таққан кезін ұмытып кетіп отырсыңдар. Сондықтан бұл кісіге бар бірінші көрген кезде бір әлекең екеуміз қалжыңдасып жүріп, сұлу қыз екен деп мақтап жүріп жазған өлеңім еді. Мен Мылтықбай Ерімбетов, Алаш сыйлығының лауреаты деп қояйын. Түркия берді, Қазақстан бермеді. Өмір заңдылығы ғой, енді естиміз. Қағып ем келіп, есігіңді мен көзіңнен көрдім, күдік толайым. Қарауда керек кешірім менен иіліп келген жігітке дейім. Білмеймін, бірақ кім еді есімің? Бейтаныс жанға балама мені, айқара ашып жүрек есігін, өлең оқиын саған әдемі. Тағынып бантик, сәл-ақ өзгеріп, көзіңде толқын жүріп от, көріндің ерке танагөз болып, Мұхтар ақынның жыры боп, ақырын күліп, танагөз деймін, сырласқан жандай бала кезімнен, мен жас жүрегіме дауа іздеймін сенің қара көзіңнен, шарқ ұрдым жанған, отың осынау, шарпылдым абзал, көз қарасыңа, ертең-ақ ертең жар боласың-ау, жетсай жақтың боз баласына, толтырып берген өлеңге бөтен, өлеңім қалар әуездей бөтен, мен де кетем, сен де кетесің. Сөнеді бірақ, гүл де, күн сөнбейді, сен сөнбейсің Гүлсім. Деп, әзілдесіп, оның бәрін ұмытып кетті бұл қыз. Не деген керемет өлең, не деген керемет өлең. Қошемет соғып қойыңыздаршы. Мағжан Жұмабаев деген ақын педколледжге жұмысқа тұрған кезінде Гүлсім деген кісіні көріп ғашық болып қалып, күн күлмесін, күлсін деп айтқан. Мына суретіне қарасам күліп тұр, қабағында бұлып тұр. Содан келіп күлдіргеніме бақыттымын, күлді ғой менің қызым. Содан енді бір апасының жері бар енді. Ол мынау. Бұл кісі бізге келін болып келеді. Менің руласымның, інімнің жолдасы. Бірақ Мұхалидың қасында еріп жүргенде, Мұхам сөйлеп қалғанға бір жігіт менің қызым ғой дегенде айтып етті. Қияда қыран жетпес күлім дебем. Көзіңнен айналайын күлім деген, бұл сәуле қалайымша білім деген, ал енді сенейін бе, сенбейін бе, сүйісіп тұр екенсің інімменен деп. Сондай одан келін болып қалды. Содан жатып алып жылады 46 мың алып. Жолықтым саған, оңымнан самал ескенді, қорықтым содан
биіктеуеді мәртебең, ұмыттым бәрін, ұмыттым шулы кештерді, ұмытылды бүкіл жәртелем, ақымақ едім біреудей, мен ақымақ едім шын махаббаттың алдында, жаңыла бердім, жазғанмен қанша жүренбей өзімнен өзім, адасып әлде қалдым ба, шындап бұрылды, көңілім ойлы көздерім, қымбат сырыңды, бұрындар неге ашпадың, жаттың ба әлде, құшағынан сәп өзгенің, төсекте талай тарқатылғанда шаштарың, бар шығар тағдыр, қонатынға басқалы, аршылар бәрі, көз жасын төгіп күлмейлің, бейкүнә мені аймалап алып басқаны сүйемін дейсің, ей қыздар, мен сендерді білмеймін, сол бір досты енді, жаныңа менен жақын қыл, мөлдір кештерді, еске алып бұзба ойыңды, жатақханаңа жетелеп апарады, жолымен нүкте қойылды, сен күйеуге тиіп кеттің деген сияқты. Тоже не деген керемет өлең. Әшейін жастық шақтың өлеңдері, бірақ жаңа бір профессор менің апайым, өмір қартаймайтын 80-дегі апайым, біреулер 70-ті айтып жатыр, жаңа бір кісілер, бір кісі шықты, бөрі дей ма? 70-ті айтып қорқытты ғой жұртты. Менің жаңа апайым, профессор апайым, ғажайып адамдар тәрбиелеген апайым, махаббатты жазба деді. Дұрыс емес. Жаңағы әншілердің бәрі махаббатты айтып жатыр. Бұл дүниеден өткенше махаббатты айтып өтейік. Жақсы ғой аты махаббат деген. Сондықтан мен үлкен рахмет айтамын. Өрге бастан шыққан алтын қызым, өрге баса бер, айналайын. Кеше кішкентай қыз деп айтуға болмайды. Үлкен деп айтуға тағы болмайды. Ай мен күнсің, күліп жүре бер, аман есен бола бер. Басқа не деймін саған? Жанындай болып жақсы көрем. Өзіміздің келінсің, келінді сүймейді. Ал жаман бол, аман бол. Бөрі ұқсап, әркімді сүйе беруге де болмайды. Қошеметтеріңіз. Енді маңдайдан сүй деп жатыр. Келініңіз ғой аға. Енді мен бөрін сағынғаныма көп болып еді, ақ бөрі өзі қап-қара. Бұл бөрі дүниежүзіне белгілі айтыс ақыны білесіңдер өздерің. Осы үлкен жаңалықтар болып жатыр екен үйінде, сол құтты болсын. Енді сізге маңдайыңыздан сүй деп жатыр. Бөрі айтқасын болды. Айналайын. Ендігі мынандай кітабыңды енді біздің баспадан шығатын шығар. Жаза бер. Қалтай Мұхамеджан бүйтіп келіп түн жарымда машинка басып отырсам, төге бер шырағым, төге бер дейді. Төге бер айналайын. Саған үлкен рахмет. Сізге де рахмет. Жасыңнан прическаң үлкен екен.